Бұл төтенше жағдай кезінде елге қызмет ету үшін Нұр-Сұлтан қалалық қорғаныс істері жөніндегі департаментке жиналған жігіттер елбасына күн туған шақта көмек қолын созбақшы. Жарлық жарияланғалы көп уақыт өтпесе де, мұнда жиналған әскери міндеттілердің қарасы қалың. Мәселен, бас қалаға сақтық шаралар үшін 100 жауынгер керек болса, қазір 300-ден аса адам өтініш білдіріпті. Бір айта кететін жайт, жоспарланған санға байланысты шақырудан басқа қаламыздан көптеген азаматтарымыз осы ел президентінің жарлығын естігеннен кейін осындай уақытта өздерінің халқына, еліне деген көмегін көрсетеміз деп өз еркімен келіп жатқандардың саны өте көп болып отыр. Шақырылатын азаматтар осы қаланың өзінде блокпосттарда күзет қызметін, сонымен бірге қаладағы дезинфекциялау жұмыстарына тартылатын болады. Нұр-Сұлтан қаласының тұрғыны Нұрбек Болатбек отан алдындағы борышын 5 жыл бұрын өтеген. Ол президенттің пәрменін теледидардан естіп өз еркімен келіпті. Ер жігіт ел үшін қажет кезде жұмыла білу керек дейді. Өзім ойлаймын, отан алдындағы әр еркектің отанымызға түскен қиын жағдайда бірлесіп жұмыс істеу үшін деп ойлаймын. Қалғанда үйде отырған жай жігіттер болса, өз күшіңіздермен келіп отан алдындағы борыштарыңызды әрді тағы да бір дәлелдеуге мүмкіндік деп ойлаймын өз басым. Сол шақырам жігіттер, келіндер үйде жатпайды. Егде тартқан азаматтарда елге қызмет етуге дайын. Араларында 60 жастан асқандар да бар. Бірақ міндетті шарттарды ешкім алған жоқ. Денсаулықтың жарамдылығы маңызды. Самый старший получился за 2 дня 62-го года. Он не один, их 2 или 3 даже. Я сегодня спрашиваю, говорю, вас, до вас что ли добрались? Он говорит, я сам пришел. Пришел, потому что он бывший военный человек в отставке. Хочу говорить, что в такую ситуацию, когда может, говорит, мой опыт пригодится. Поэтому мы должны сегодня, проводя эту работу, еще и учесть, что есть ситуации, чтобы мы тут не стали источником каким-нибудь, чтобы, не дай бог, какой-нибудь пациент пришел с коронавирусом, и мы его пропустили здесь. У нас вчера 4 человека с температурой выше 37 градусов было, без жалоб. Но мы их всех отправили к нашим коллегам. Айта кетейік, қызметі барлардың жалақысы сақталады, бірақ оның өзіндік шарты бар. Мәселен, айлығыңыз көлемді болса тек 308 мың теңге беріледі. Ал мүлдем жұмыста тіркелмегендерге 42 500 теңге төленеді. Жататын орындары әлі белгіленбеген. Бірақ білгеніміз бойынша шақырылған жауынгерлер осы казармада орналасатын болады.